Достар, видео басталмастан бұрын сіздерге мына Instagram магазинді ұсынғым келіп тұр. Бұл Instagram дүкенде сіздерді өте керемет америкалық качествода слаймдарды және де слайм жайлы қызықты видеоларды көре аласыздар. Және өзіңізге ұнаған слаймға заказ бере аласыздар. Осы Instagramға тіркеліп, астына плюс қойып кетіңіздер. Және тіркелген адамдардың Instagram парақшасына және де каналына тегін пиар жасап беретін боламын. Және каналына тіркеліп подписка жасаймын. Менің арнама қош келдіңдер. Мен қазір далаға шығып бара жатырмын. Дала бізде ауа райы кішкене салқын болып тұр. Нағыз мен жақсы көретін ауа райы. Динаға келген болатынбыз, енді қазір ішінен үйге керек заттарды алып жүрміз. Заттардың барлығын алып болдық, енді үйге келдік. Мынандай кресло алып келдік үйге. Мына жерге отыруға. Қазір бізде обед сағат 2 болып қалды. Достар, қазір менде сағат уже 9:30, мен манда дым түсірген жоқпын. Өткен соткам зарядкаде болды. Сосын телевизор қарап просто жаттым. Мен негізі бүгінгі күнге көп пландарым болды, бірақ оны ешқайсысын істеген жоқпын. Және де көп адамдар мынау кім дейді? Ол менің апам. Көбісіңіз білетін шығарсыздар, 9 сыныптан кейін біз госэкзамен тапсырамыз, яғни мен 4 пәннен тапсырамын: алгебра, орыс тіл, қазақ тіл, география. Мен негізі ағылшын таңдайын ба дегенмін, бірақ біздің керемет завучымыз ағылшын емес, бүкіл класс болып бір пән таңдайсыңдар деді, сондықтан біз география таңдадық. Ал маған география ондай қатты ұнамайды. Бізге, апай билет берген, ол келе ма келмей ма белгісіз, бірақ менің жаттаған билеттерім міне. Үйті оның бәрін дұрыс білмеймін. Бұның ішінде менде 23 билеттей бар. Кім білгісі келеді, бірінші билет міне мынандай. Мен бұны мінекей мына кезден бастап жазған, уже 4 айдай өтті, ал мен әлі бұның ішінен практически дым жаттаған жоқпын. Мінекей, мен негізі бүгін мына істің бәрін істеуім керек еді, бірақ мен олардың ешқайсысын істеген жоқпын. Мен бұны бір видеомда қолдандым. Сосын көбісі китайский ғой, анау-мынау деп жатады. Бұл китайский. Да и тем более бұның оригиналын алатын менде iPhone емес. Сондықтан, конечно же, менде маны жоқ. Мен бұны тыңдамаймын. Дауысы онша емес. Оның дауысы өте қатты шығады, сосын ішінен дейтін андай осындай дауыста шығады бір. Мен бүгін видео түсірдім, яғни экзамен жақындағандағы адамдар типтері деген. Бірақ ол видеоны өкінішке орай 2 сағатта небәрі 900 адам қараған, ал менде 2 сағатта обычно 2000 или 3000 просмотр болатын. Сондықтан ол видеоны мен по ходу удалить етіп тастаймын, өйткені просмотр жоқ, бір жағынан көп адамға ұнамаған сияқты. Және бізде бірінші күн сабақ, ал ертең бізде воскресенье. Осы влогты ертеңге дейін түсіремін, сосын салып тастауым керек. Қазір сағат бізде 12-ден 37 етті. Бүгін бізде келесі күн, және қазір бізде дала өте ыстық болып тұр. Мен қазір осы влогты аяқтап, YouTubeға салып, содан кейін сабақтарымды дайындауым керек. Өйткені бізге 4 күн демалыс берген кезде мен сабаққа дайындаламын деп ойладым, бірақ сериал, фильм қарап босқа жаттым. Мына жерде менде кешегіден әлі шашылып жатыр. Мынау менің YouTubeға арналған идеялар жазуға блокнот. It's my personal diary. Мынау бізде скетчбук, бірақ бұған мен әлі дым сурет салып жүрген жоқпын. Кеше бастадым, бұл бізде ағылшын тілін үйренуге арналған. Пока что мына жерде Ариана Гранденің өлеңдерінің текст жазылған. My personal copybook for teaching English. Мынау менде алдында айтқан подарки берген еженедельник. Бірақ бұның үшін мен түсінбеймін қалай жазатынын. Пока что арнамайтын шығармын. Сіздерге келесі бір көп адамдардың қоятын сұрағына жауап берейін.
Сен обложкаларында қайда жасайсың дейді. Мен обложкаларымда өзім жасамаймын, яғни бұрында жасайтынмын, қазір маған жасап береді. Кім жасап береді десеңіздер, мінекей. Мына осы ВКонтактеде группа жасап береді. Best Design деген осы группаға тіркеліп, адамдарға соның ішіндегі админіне жазыңыздар. Қолайлы бағада, качественный, керемет обложка жасап береді, менікі сияқты. Осы ВКонтактеге тіркеліп кетеміз. Достар, қазір осы влогты аяқтайын. Сендерге осындай шағын менің өмірімнен бір күн деген влог ұнаса, сосын жоғары тұрған белгісін басып, менің арнама тіркеліп, колокольчикті басып кетуді ұмытпа. Және де осы видеода біз барынша 1000 лайк жинап көрейік. Және де менің мінекей мына инстаграмға тіркелуді ұмытпа. Және пиар реклама керек болса, онда менің ВКонтактеме жаз. Барлығы жайлы айтатын боламын. Және бүгін ертең сабақ, сондықтан экзамендеріңізге дайындалыңыздар.